Иман көбейіп азаяды ма? Иә, адамның иманы игі салиқалы амалдар жасаумен көбейеді, әрі күнәлі істерді істеумен кемиді. Аллах тағала былай деген: «Ва ида ма унзилат суратун фаминхум ман якулу айюкум задатху хадихи иманан, фа амма алладина аману фазадатхум иманан ва хум ястабширун». Яғни, егер әлде бір сүре түсірілсе, олардың арасында бұл қайсыларының иманын арттырды дейтін біреулер бар. Алайда муминдердің иманы бұдан артады, әрі олар қуанады. Әт-Тәуба сүресі 124 аят. Сондай-ақ Аллах тағала Құран кәрімде: «Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат кулубухум ва иза тулият алейхим аятуху задатхум иманан ва аля раббихим ятаваккалун». Яғни, Аллах тағала сөзсіз муминдер егер Аллах еске алынса, жүректері қобалжиды, әрі оларға оның аяттары оқылса, имандары артып, Раббыларына тәуекел етеді деп айтқан. Әл-Анфал сүресі 2 аят. Бұл иманның көбеюіне, яғни артуына қатысты келтірілген дәлелдер. Ал оның азаятына қатысты айтар болсақ, онда бұған Ханзала әл-Усайдидің сахабалар Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, қасында болған кездерінде тіпті жәннат пен тозақты өз көздерімен көріп тұрғандай иманға толатыны, ал оның қасынан кеткендерінде көңілдері әйел балаларына және дүние мүліктеріне бұрылып, Аллахтың елшісі оларға уағыз насихат етіп айтқан нәрселердің көбін ұмытатыны, әрі имандары әлсірейтіні туралы хадис дәлел болады. Аллахтың елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын мұны естігенде оларға былай деп айтты: «Жаным қолында болған, яғни Аллахпен ант етемін, егер сендер менің қасымда болған кейіптеріңде әрі зікір етулерінде қала беретін болғандарыңда, онда періштелер сендермен төсектерінде және жолдарыңда қол алысып амандасар еді. Алайда уа Ханзала, бұл мерзіммен ғана болады» деп 3 рет қайталады. Хадисті Муслим келтірген.